Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті менің YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен көпшіліктің жүрегінен орын алған тайский салатты жасайтын боламыз. Ол үшін видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен видеода көріп тұрғандарыңыздай қиярларымызды осылай фигурный пышағыммен кесіп алдым. Одан соң үстінен тұз салып, салқын су құйып, кішкене қойып қойдым. Оған дейін осылай сәбіздерімізді үккіштен өткізіп аламыз. Сәбіздеріміздің осындай ірі жерлерін ғана өткізіп аламыз да, майда жерлерін кейін тамаққа қоссаңыздар болады. Одан соң үстінен тұз салып, осылай қолымызбен жақсылап езіп аламыз. Толық су шыққанша одан соң сәбіздерімізді қойып, осылай түрлі түсті болгарларымызды аламыз. Мен осылай қызыл түсті болгар мен сары түсті болгарды таңдадым. Екеуі бір-біріне жақсы үйлесетін болған соң. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, осылай ұзынша етіп турап алдым. Және дәл осы болгарларымызды енді 4-5 минуттай май құйып табамызға осылай қуырып аламыз. 4-5 минуттан артық қуырмайсыздар. Және менде жылқы етін алдын ала қайнатып алдым. Міндетті түрде қайнатуларыңыз керек. Етті де шамамен 4-5 минуттай қуырып аламыз да, өшіреміз, одан артық қуырмаймыз. Және осылай қызанақтарымызды турап, енді салаттарымызды жинаймыз. Қиярымызды салып аламыз, помидор және де түрлі түсті болгарымызды, еттерімізді салып, осылай сарымсағымызды салып аламыз. Петрушка немесе кинза қоссаңыздар да болады. Одан кейін тұз және соя соусын қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Салаттарымыз дайын болды. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.